Әдетте біз логотиптерге қарағанда ол нені білдіретінін көп ойланбаймыз. Бірақ қазір сіз жасырын мағынасы бар логотиптерді көресіз. FedEx компаниясы әлем бойынша тауарды жеткізумен айналысады. Оның логотипіне қарағанда еш жасырын мағынасы жоқ сияқты. Алайда дұрыстап тұрып қарасаңыз, сіз E және X әріптерінің арасынан стрелка белгісін көре аласыз. Бұл жылдамдық пен бағытты білдіреді. Әлемдегі үлкен компаниялардың бірі Amazon. Ол тауарларды ғаламтор арқылы сатады. Оның логотипіне қарасаңыз, бірден күлімсіреп тұрған стрелканы көре аласыз. Бұл белгі тұтынушыны бірден өзіне позитивпен жайғастырады. Және де ағылшын тілінің бірінші А әрпінен соңғы З әрпіне стрелка барады. Бұл Amazonда қандай да болмасын әріпке басталатын тауарларды таба аласыз деген мағынаны білдіреді. Audi'дің логотипіне қарасақ, бірден түсінікті болып тұр. Жай ғана 4 шеңбер салынғаны. Бұл шеңберлер тек машинаның 4 дөңгелегін ғана білдірмейді. Audi'дің тарихын оқысақ, бұл үлкен компания ертеде 4 кішкентай компаниядан құрылған екен. BMW компаниясы өз жолын ұшақтарға қозғалтқыш жасаумен бастаған. Оның логотипі ұшақтың алдындағы қалақша айналып жатқанды білдіреді. Ал көк түс бұл көк аспанды білдіреді. Continental деген компания машиналардың дөңгелектеріне шина жасайтын үздік компаниялардың бірі. Бірақ сіз оның логотипында машинаның дөңгелегін көріп тұрсыз ба? Логотиппен мұқият қарасақ, оның бірінші, екінші әріптері машинаның дөңгелегін білдіреді. Формула 1. Бұл жылдам көліктер жарысатын чемпионаты. Мен сізге оның мағынасын айтып бергеннен кейін сіз логотипке бұрынғыдай қарай алмайтын боласыз. Егер F әрпі мен қызыл сызықтар арасына қарайтын болсақ, бір санын көруге болады. Логотип бізге жылдамдық сезімін беріп тұр. Кореялық автомобильдік Hyundai компаниясының логотипінде толған әріптер немесе сандар жоқ. Жай ғана H әрпі. Бұл жай ғана H емес, сатушы мен сатып алушының қол алысуы. Адамдардың көбі LG компаниясының логотипін көргенде сол LG деген екі әріпін көргенімен бірге домалық бас бір көзін қысып күлімсіреп тұрғанын көреді. Әрине бұл тұтынушыға жақсы әсерін тигізеді. Алайда егер L әріпін сәл ғана жоғары көтеретін болсақ, сүйкімді смайлик жауыз қанқұмар Пакманға айналып кетеді. Gillette деген компания ер адамдар қырынуы үшін ұстара мен көпіршік шығарады. Осы логотипқа қарасақ, әріптерінің барлығы қатал және тігінен кесілгендей жазылады. Және де бір кішкентай жеріне қарасақ, бірінші G және I әрпінің бірдеңе кесіп жібергендей болып көрінеді. Бұл кесілген бөлшек Gillette компаниясының ұстаралары өте өткір екенін айтады. Достар, видео қызықты болса, лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңдер. Бұл Казблог.нет арнасы. Сау болыңдар.